номері 1-ші Шородық мектеп гимназиясы жігіттер құрамасы. Қазіргі таңда қыз алып қашу үлкен проблема. Сонымен тамашалаймыз қыз алып қашу операциясы біздің нұсқамызда. Ертең бұйырса Бавария мен Реалдың ойыны бар екен. Бұйырса Реал ұтса үйленем шығар, осы жолы бар емес пе? Ассалаумағалейкум досым, қалайсың? Уағалейкум ассалам. Қалай анам? Шүкір, өздерің қалайсыңдар, амансыңдар ма? Алла деп, алма жеп, Құдай деп, құрма жеп, жүзімді үзіп жеп жүріп Досым, не болып кеткенсің? Азық үстің лас тұрсын. Үйленбейсің ба? Үйленгендерді қара міне. Бағланды қара, бір емес, екі әйелі бар. Екі қатын болған дерске. Алма кезек. Алма кезек емес? Алма кезек жұмсай. Жігіттер, үйдің жалғыз боласың, маманы қарау керек, папаны қарау керек. Бұйырса бір суббота үйленіп қалармын. Дос, сенің бір суббота деп жүргеніне 1000 суббота өтті ғой, үйленшеш. Досым, саған жанымыз ашып айтамыз ауырсың. Үйленшеш. Дос, онқа тұрмайды ғой. Тұрмайды емес? Ертең қызы семьясымен тұрмайды дейм, мама папасымен. Досым, саған біздің екі жаңалығымыз бар. Қандай жаңалық? Біреуі жақсы, біреуі жаман. Жақсыдан баста, арты жаман болсын. Жақсысы саған біз қыз алып келдік. Кім қыз ол, қаяқтың қызы? Көрші ауылдағы Хатипаны. Хатипасы неш құрсын, оның бір баласы бар емес пе? Күшті емес пе прицепмен? Менде прицепке права жоқ қой. Нормально дос құрсын. Ақшаға бастырты оласың, мен екінші категория бастырты олдым. Қой жігіттер, үйленбейм мен, Хатипасы нес құрсын. Досым, ойнап айтам құрсын, саған ит істегенді қашан көрдің? Саған біз нормальный, ухоженный, әдемі қыз алып келдік. Дос, мен үшінші қатынды болып алайыншы соны. Сендер бір қай шаруаны дұрыс бітіріп едіңдер, соңында бір носы болатын еді ғой, жаман айтыңдар. Носы досым жаманы бар ғой, ар жақтан қуғыншылар келе жатыр. Аналардың түрегенді суық бар ғой. Аналар сөйлесең ұрама білмейді, ето аналар. Дос, общем, саған қора. Сене бар емес пе, кәдімгідей розыскке салып жүрген ғой. Сен дүкендердің сатында бар емес пе, андайға фотоң келіп қойған. Сен ұстаса қора, ананың папасын нәкөз па, мен қоқпа, бірдеңе. Еще отырып шыққан, мына жеріне ля деп асырып толған. Қызы ля ма не? Жоқ, хабидеме отқан ба, бірдеңе. Сән бірдің апа. Не шулап атсыңдар? Апам дейтінді балаңыздың жасы келді енді. Балаңызды үйлендірейін деп қыз алып келдік. Үші прицепмен. Бұл қайыршада прицепке де права жоқ қой. Апа құрсын, прицепке права басып аламыз. Мен үшінші қатын алып, третий басып алайын деп тұрмын. Балам үйленген ес, өзім кеше ғана телевизордың кредитін ғана бітірдім. Еще мына баланы да маған тезет туу керек, келімен жақсыпайды. Сендер қатырасыңдар шамал, адаммен ақылдаспайсыңдар ма? Жұрттың дос-балдарына қарасаң, ойбай, инстаграмда әйтеуір деген тойын көтеріп, ақша беріп атады. Сендерде ол да жоқ қой. Келін. Ау мама. Не болып атыр? Немерен үйленем дейді. Не дейді? Немерен үйленем дейді. Не дейді? Немерен үйленем дейді. Чемпион болсын. Сәл бердік. Үшінші қатын ал. Досқа қуғыншылар келеді, не істейміз? Анан папасы натурный нәкөз деймін. Ұрат, мен қорқам анан папасынан. Не істейміз, дос? Дос, не істейміз? Әже қайға ұрытсыз?
дос, әжеңе не болған? іші өтіп жүр ма, дәрет алып жүрген о. Қуғыншылар жатыр, қас! Қайсы мен қызымды алып қашып кетіп жүргені? Si je fumais, j'aurais pété une clope. T'es mort d'inspiration, pas besoin de drogue. Tu arrives à bien mettre gips de ta forme. Moi, je suis milliardaire, cristallement. Сенбі? Мен емес дейді. Түрі үйленіп қойған ғой мынаның. Братан, мұнау алып қашып кеткен. Сенбі? Бұлай тұршы. Туғыз жіберерім деп қоясың. Сенбі менің қызымды алып қашып кеткен? Осы, братан. Тұра тұрш. Сенбі? Көке. Красавчик да Красавчик қойы. Братан, негізі мен ғой алып қашып кетейік деген. Сен үйленгенсің ба? Екі қатын бар. Ой, саған болмайды. Тұрыңдаршы араға сөйлесейік тұрса. Так енді менің қызымды алып қашып кетіп тұрған сен ғой да? Атың кім? Айзат. Әрмеға барғансың ба? Жоқ, көке, барған жоқпын. Еркек емес, ез да мынау. Көке, армияға бармам өзінің себептері бар. Не себеп ол? Үйдің жалғыз баласымын, маманы қарау керек болды. Маманы папан қарап таған сияқты ғой. Сен армияға бардың ба? Барған жоқ. Қайдан барасың сен? Сен бармағаның жақсы да Сен армияға кетсең үйде жуындыны кім жейді жаңа? Сен армияға бардың ба? Жоқ, барған жоқпын. Бармағаның жақсы да Қайдан барасың сен армияға? Қатыныңмен алысып жүргенде. Ой, әже, армияға бардың ба? Армиясыныз 45-те немістермен соғыстағанмын мен. Әже, қарындаш. Енді жақсы, армияға бармапсың. Жұмысың бар ма? Жоқ, көке, жұмыс жоқ, бірақ үйде мал бар. Малды мал баққан заман болды ғой қазір. Братан, мал деме, малшы де. Мына менің қызымды, какой-то бір чабан алам дейді да. Келін қылып, какой-то бір чабан. Ал енді жақсы, әрі қарай жалғастырайық. Мына менің қызымды не нәрсеге теңесем екен? Мына менің қызым бар ғой. Менің қызым. Братан, сен қызыңның жақсы жақтары бар ма? Или жаман жақтары бар ма? Айтшы, жақсы болса жақсы деп. Менің қызым. Бағлан, батяға өйтіп сөйлеме. Мұнау өсеп батқа мұны. Күшікке, ойма. Міне, азамат та, әскерге бармаса да, еркек та міне. Жақсы, мен енді мына қызымды кімге теңесем екен қызымды? Әсемгүл апай сияқты ғой менің қызым. Менің қызым Әсемгүл апай сияқты ғой. Неге Әсемгүл апай? Әсемгүл апай сияқты әдемі ме не? Қой жоқ, гимназияда оқығанда просто. Енді не дейміз енді, мына менің қызымды алып қашып кеткен, жұмысы жоқ. Армияға бармаған. Енді не істеймін мен мынаған? Келін, бірге шықты. Не болып жатыр мына жерде, не ұшу мынау? Немерен үйленем дейді. Пенжанды мә берем. Мынау кім болды мына жерде автоматпен жүрген? Құда ғой, құда. Құда? Құда. Сәлем бердік әже. Бақытты ол айналайын. Мынау не жазу мынау? Ла-ла-ла деп жазып алған ғой. Ол не ол ла-ла-ла деген? Білмеймін, ғабиденмен служит еткен ба бірдеңе? Енді мына еркек болғаннан кейін енді әскерге барамыз да енді. Ғабиден өзімнің әскердегі балашқам отыршы. Отыра бер бір әчке. Өзім балашқамда өзім қолымда өскен. Құда, сен мына жастар бас қосып жатыр екен, жастардың арасына түспесін. Одан да мына жастар дейтін сүйіп қосылып жатыр ғой бір-біріне. Жайлап сүйісіп кетеді. Сен бейт, балам, жастардың арасына түспе. Қазақта керемет сөз бар ғой. Тиын тапса тегін бер дейді. Одан да сен бейт, балаларға мына батаңды бер. Бердім батамды, енді біздер қазақ үлкеннің алдынан ешқашан кесіп өтпеген халықпыз. Балдар бақытты болсын, батамды бердім әже. Бірақ немереңіз шабан бірақ.
Құрметті көрермендер, біз бұл көріністі таңдауымыздың себебі Қазақстан ажырасу бойынша әлемде 2-ші орында тұр. Осындай ажырасулардың алдын алу үшін осы көріністі таңдаған болатынбыз. Сіздермен бірге болған жігіттер құрамасының жетекшілері Нұржан Аслан, Ерболат Есет және де жігіттер құрамасы. Осы жолы точно қоштасамыз. Мечта сбывается.